сабағымыз бері қараймыз. Бүгін бізде сын есімді қайталау сабағы, есімізге түсіре кетейік. Есімізге түсіре отыра мына тапсырманы орындайық. Артығын тап деген тапсырма. Бірінші жолдағы сөздерді Радамир оқи қойшы. Қалың жасыл шөп ұзын жуан дәмдік биік жылқы тай ұзын. Тамаша. Қай сөз артық? Бірінші жолда. Айта ғой өзің. Радамир. Бірінші жолда. Қызыл жасыл шөп ұзын жуан дәмді биік. Шөп. Неге ол артық? Қалай ойлайсың? Өйткені ол сан есім емес. Сан есім балалар? Жарасқан? Сын есім. Сын есі емес. Қызыл, жасыл, ұзын, жуан, дәмді, биік. Бұлар не болады бізде? Сын Сын есім болады. Сын есімнің қандай сұрақтан жауап береді? Қандай Қандай сұрақтан жауап береді? Жақсы, келесі. Жылқы, тай, құлын, ат, асау. Айбын? Асау. Неге асау артық деп ойлайсың? Асау ол сын есім, ал қалғандары жылқы, тай, құлын, ат, ол не болады? Зат есім болады, жақсы. Келесі, үшінші жолда. Ильяс. Дәмді, көзге тәтті, көңілді әдемі. Тамаша. Қайсы артық? Көже артық. Неге көже артық? Өйткені ол зат есім. Дәмді, тәтті, көңілді әдемі ол сын есім болады. Қандай сұрақтарға жауап береді? Қандай? Қай. Жақсы. Келесі, төртінші жолдан. Мерей. Майлы майларда шегеледі, тойларды жайнады. Қайсы артық? Майлы артық. Дұрыс па? Өйткені ол сын есім. Майларды шегеледі, тойларды жайнады. Ол не болады? Сұрақтары? Тамаша, жақсы. Келесі. Ережені есімізге түсіре кетейік, балалар. Зат есім дегеніміз не?
Келесі тапсырмамыз криптограмма ойлан тап. Ya? Бұл тапсырманы барлығымыз білеміз, бірнеше рет орындап жүргенбіз. Бастаймыз. Бірінші тапсырма. 5, 14, 2, 9.